Бұл ежелгі өркениет жері, құдды ашық аспан астындағы мұражай дерсіз. Табиғаттың осынау ғажап көрінісі жан дүниеңе рухани сілкініс жасайды. Дәл осы өлкеде 11 мың тарихи ескерткіш бар. Барлығы да мемлекеттік және халықаралық ұйымдардың қорғауына алынған. Сондай-ақ бұл жерде Ұлы Жібек жолының ізі қалған. Армысыздар, эфирде Travel and Comfort. Сіздермен бірге мен Мәди Фазыл. Бүгін біз Маңғыстау өлкесіндегі ең қасиетті әрі ғажап жерлерді аралап көреміз. Маңғыстау облысы еліміздің оңтүстік батысына қарай орналасқан. Жер көлемі кейбір Еуропа елдерінің аумағынан асып түседі. Шетсіз шексіз жердің жалпы ауданы 170 мың шақырымнан асады. Салыстыра айтсақ, Маңғыстау жерінің көлемі 6 Бельгияға, 4 Швейцарияға, 2 Австрияға, 2 Португалияға тең екен. Осынау ұшан теңіз өлкенің қай бұрышын алсаңыз да, туризмнің барлық түрін дамытуға қолайлы. Жерінің асты-үсті қазынаға тұнған өңірде қасиетті орындар, көз жауын алар табиғат жауһарлары, сондай-ақ халқымыздың бай мұрасы мен сан ғасырлық дәстүрі дәріптеліп келеді. Соңғы 5 жылда бұл өңірге келушілердің саны 5 есе өсті. Өйткені таңғажайып өлкеге қызығушылық артып келеді. Ақтаудан әркім өзіне керегін табады. Футуристік стильдегі зәулім ғимараттар, тарихи көрікті жерлер, құмды жағажайлар және люкс қонақ үйлер. Ал кемпингтік романтиканы жақсы көретін, алайда жанға жайлы демалысты қалайтындар үшін глэмпингтің жөні бөлек. Глэмпинг дегеніміз кемпинг пен қонақ үйдің біріккен сәнді үйлесімі. Бір ерекшелігі, мұнда келушілер табиғат аясында демалады. Глэмптің сыртқы бейнесі киіз үйге ұқсатып жасалған. Теңіз жағасындағы ауылда мұндай киіз үйдің 10 шақтысы бар. Және осы жерге шынайылық сыйлап тұрған дәстүрлі киіз үйлерде жоқ емес. Бұл аумақта дәстүрлі киіз үйдің үшеуі бар. Оның бірі балаларға арналған. Балалар осы жерде ойнайды, демалады. Екіншісі ресепшн. Ал мен тұрған үшінші киіз үй эко қонақ үй. Мұнда келушілер бал татыған қымыз, шұбат, айран ішіп, бауырсақтан ауыз тиеді. Бір сөзбен айтқанда, көшпелі халықтың ас үй мәзірін тамашалап, дәм татады. У нас все в казахском стиле. Мы просто хотели приблизить. Бізде бәрі қазақы стильде, меймандарымызды өз мәдениетімізбен жақын таныстырғымыз келеді. Вот, мы его готовили с любовью. Осы жерде көріп тұрғандарыңыздай барлығын махаббатпен дайындадық. Мы делали с любовью. Жақында ғана ашылғанына қарамастан, қонақ үйдің қызмет көрсету сапасын жетілдіру, заман талабына сай дамыту жақсы жолға қойылған. Мұнда еуропалық және азиялық ас мәзір дайындалмақ. Қазіргі уақытта туристердің қонақ үйде тұру бағасына таңғас кіреді екен. Сондай-ақ табиғат аясында ас әзірлегісі келген қонақтар үшін де жағдай жасалған. Айта кетейік, әр глэмпингте гриль дайындайтын алаңы да бар. Светлана, біз қазір қай жердеміз? Мы находимся возле... Иә, біз дәл қазір тамаша глэмпинг алдындамыз. Мұнда әлі террасы құрылысы толық аяқталған жоқ. Және бұл жерде гамак орнату да жоспарда бар. Кешкісін тамаша отырыс өткізіп, сондай-ақ кешкі асты өзіңіз пістіре аласыз. Мынадай 6 орындық үлкен үстел болады. Ас үй, барбекю, гриль дайындайтын орын бәрін осы жерден табасыз. Все будет стоять. Міне, премиум кластағы эко қонақ үйдің іші осындай. Мынаған қараңызшы. Егер әлі де глэмпті тек саяхатшылық деңгейінде деп түсінсеңіз, онда сіз қателесесіз. Есіңізде болсын, бүгінгі глэмп заманауи стильде толық жабдықталған өте ыңғайлы қонақ үй. Глэмптің интерьері тек әдемілігімен ғана емес, сондай-ақ қала қонақ үйлерінің интерьерінен кем түспейді. Тамаша стиль әдемі дизайнымен көзге бірден түседі. Әр келуші өзін жайлы сезіну үшін мейманға керектінің бәрі бар. Жеке жуыну бөлмесі, кең гардероб, жайлы төсек, сонымен қатар жоғары жылдамдықты Wi-Fi. Тіпті кішкентай қонақтар үшін де ерекше қонақ жайлылық қарастырылған.
Посмотрите, какая милая кухня. Здесь есть все необходимое. Мына ас бөлмесі неткен әдемі, қараңыздаршы. Барлық қажет бұйымдар бар. Қысқа толқынды пеш, шайнек, электрлі пеш, ыдыс жуатын машинка, тіпті электр су сорғыш тоңазытқыш бар. Барлық жерге гүл егілген, шынайы әдемілік. Все с любовью, цветочки везде. Әрине, бұл глэмпингтердің ең әсерлі тұсы жанға қуат беретін айдын шалқар теңіздің көрінісі. Осы әсемдікті мынадай панорамалық терезелер арқылы көруге болады. Бұл жерде сіз табиғаттың осы бір ғажап көрінісіне елітіп, жан дүниеңізбен үйлесім табасыз. Мәселен, күннің батуын көрудің өз кереметі бар. Құмды жағалаудағы толқындар және таңғы тыныштық. Жылдың кез келген уақытында табиғат аясында жайлы демалыс өткізуге болады. Өйткені глэмпингтік пәтерлер жыл бойы қонақтарды қабылдауға дайын. Мы планируем, чтобы у нас работал наш глэмпинг, наши глэмпинги не только. Глэмпингте тек жазда ғана емес, қыста да қонақтар қабылдауды жоспарладық. Біз скандинав моншасын қыста да жағамыз. Глэмпинги теплыми полами. У нас есть баня скандинавская, которая также будет работать зимой. И костровые чаши. Меймандарымыз үшін мерекелік кеш жасаймыз. Каспий теңізінің жағасында от жағып, сол отты айнала отырып ән айтып, ойындар ойнатып, табиғат аясында сауық сайран құрады. Петь песни, играть в какие-либо игры, в общем, развлекаться. Глэмпинг иелерінің айтуынша, мұндай керемет демалыс орны әзірге еліміздің ешбір жерінде жоқ. Қонақ үй аумағы сондай-ақ фотосессия жасауға, романтикалық кеш өткізуге лайық бірден бір орын деуге болады. Кейде шулы қаланы тастап, жанын қалаған жайлы жерді іздеп табудың өзі маңызды. Стресстен құтылудың ең тиімді жолы табиғатпен бірге болу. Ал скандинав моншасындағы буға кірсеңіз, барлық жаман ойдан арылып, шаршағаның әп-сәтте басылады. Жанға қуат, бойға шуақ сыйлайтын демалыс. От жандағы сырласу, таза ауада қыдыру, самсаған жұлдыз, жағаны ұрған толқын. Әрине, бұл жер саяхатшылар үшін таптырмас демалыс. Күйбең тірліктен бір сәт қол босатып, табиғаттың осы бір кереметін көруге мүмкіндік береді. Оның үстіне қонақ үй бөлмесі жайлы да ыңғайлы. Ақтау шаһары ғажап. Мұнда өткен ғасыр өркениетінің ізі де бар. Көк теңіз, жоғары сапалы қызмет, бірегей қолөнер шеберлерінде табыласыз. Көне жәдігерлердің бірі қабырға жолындағы Абықты шатқалы. Кейбір туристер оны ашық шатқал деп атаса, басқалары кеуекті шоколад деп те атайды. Бұл жерді шын мәнінде ғажап демеске амал жоқ. Абықты шатқалы Қазақстанның ең терең ойпаты Қарақияда орналасқан. Оның тереңдігі теңіз деңгейінен 132 метрге жетеді. Қарақия ойпаты ғаламшардағы ең төменгі нүктелер тізімінде Мысырдың Каттарасынан, Эфиопиялық Афардан, Қытайдағы Турфан ойпатынан және Гор ғаламшарының ең терең нүктесінен кейінгі 5-ші орында. Бұл шатқал ең көне табиғат ескерткіштерінің біріне жатады. Шамамен 66-41 миллион жыл бұрын болған төменгі палеоген кезеңінен сақталған. Елестетіп көріңізші, сол кезде жер бетінен динозаврлар жойылған еді. Міне, осынау миллиондаған жыл ішінде Абықты шатқалын табиғаттың өзі жаратқан. Ежелгі суасты өзендері әктас жыныстарын жерге түсіріп, тау аңғарлары мен шатқалдары пайда болды. Уақыт өте келе олар таязданып, соңынан терең, құрғақ өзен арналарын қалдырды. Мына қабырғаларға қараңызшы, олар қолөнершілер тоқыған бұйымдарға ұқсайды. Осындай ерекшелігімен Абықты өзіне тарта түседі. Ал шатқалға неғұрлым тереңірек түссең, тастары соғұрлым ерекшелене береді. Әр саяхатшы шатқалды өзгеше қырынан таниды. Кейбірі оның пішінен бал арасының ұясына ұқсатса, енді бірі маржан рифтерімен сәйкестік табады. Абықты шатқалының атауы тау ешкілерінің сайы дегенді білдіреді. Олардың айтуынша, бұл сымбатты жануарлар бір кездері осы жерде көп кездескен. Әлемде мұндай жерлер жоқтың қасы.
Теңдесі жоқ ыбықты шатқалын тек Аризондағы антилопа шатқалымен салыстыруға болады. Бұл аймақта тамақ іздеп сабылмайсың. Тіпті тамақтанатын орынның жоқтығы да ешкімді алаңдатпайды. Өйткені мұнда дархан көңіл қазақы қонақжайлық бар. Сондай-ақ гидтер тарапынан тұтынушыларға қызмет көрсетудің сапасы да көңілге қонымды. Мади мырза, балықтан алыңыз, бұл Маңғыстаудағы кефаль балығынан жасалған дәмді татыңыз. Дәмді дастархан үстінде біз өңірдегі кезек күттірмейтін әрі маңызды мәселені, яғни қонақжайлық пен туризм саласының дамуы туралы айтуды жөн көрдік. Сұхбаттасымыздың айтуынша, туристердің көптеп келуі қызмет көрсету саласын дамытып, жақсартуға түрткі болған сөзсіз. Инфрақұрылымнан бастап, гидтерді дайындау деңгейіне дейін жоғары сапада жүзеге асты. Сәл нақтырақ сұрайтын болсам, сізден туристердің көңілдерінен ерекше шығатын жер қандай деп ойлайсыз? Енді Маңғыстауда ассоциация бұл Каспиймен. Одан кейін біздің киелі Бекет атамыз бар. Одан кейін қазіргі таңда біздің Бозжыра шатқалымыз. Топ 3 локациялар осылар. Бозжыра шатқалына енді қазіргі таңда сөз жоқ. Жер асты Марсы деп айтып атады. Көптеген негізгі қазіргі келіп жатқан туристердің көптеген потоктары бұл уже Бозжыра шатқалын көруге болып, соны іздеп келеді. Сіздің өзіңіздің жеке тәжірибеңіз жайлы осы уақытқа дейін қаншама жалпы туристерге қызмет көрсеттіңіздер? Осы 4 жылда біздер 25 мың, 30 мыңға жуық туристерге енді жоғарғы деңгейде көрсеттік. Біз жалпы бағыттарымыз тек қана бұл бір сезонда емес, жылдың әр сезонында. Мысалға, жаздың күндері біздерде Голубая лагуна дейтін пляжымыз бар. Маңғыстаудағы топ 5 теңіздің лучший локацияларға кіретін. Жазда теңіздің несіне вечеринкалар ұйымдастырамыз, тематикалық. Қыстың күндері уже мына осы Абақтысай, Жығылған, Торыш, Ақеспе, Шерғала дейтін бағыттар бар. Бозжыра деген сияқты локацияларға біздер туристерімізді алып келіп жатырмыз. Керемет. Бір қызығы, Абақты каньоны күндіз түрлі сипатта болады. Бұл жоғардан бір сызық боп түсіп саңылау арқылы енетін жарықтың әсері болса керек. Күн сәулесі жартастарға шағылысып, жалт-жұлт етеді, әрі көлеңке жасайды. Сондықтан туристер күні бойы осы жерде каньонның сұлулығынан ләззат алады. Естелікке фотосуретке түсуге де өте ыңғайлы. Сіз қай жақтан келдіңіз? Мен Нидерландтан келдім. Қазақстанға келгеніңізге қанша уақыт болды? 1 апта болып қалды. Қандай да бір туристік бағдарламамен келдіңіз бе? Жоқ, біз құрбым екеуміз саяхаттап жүргенімізге 1 жылға жақындады. Ең алғашқы сапарымыз 8 ай бұрын Нидерландтан басталды. Біз пойызбен шыққан едік. Қазақстанға автобуспен жеттік. Тамаша, мұнда ұнап жатыр ма? Керемет. Әсіресе бізге осы жердің халқы ұнады. Өте бауырмал. Маңғыстау өңірі керемет. Бозжырада болдық. Сондай әдемі. Басқа ғаламшарда жүргендейміз. Нидерландтағы қандай да бір көрнекті орынмен ұқсастық таптыңыздар ма? Жоқ, Нидерландта. Мен қазір осы өңірдегі тағы бір ерекше орынмен таныстырам. 1000 теңгелік банкнотқа қарап, не айтқым келгенін бірден түсінесіздер. Шерғала туралы сөз қозғаймыз. Шерғала Ақтаудан 94 шақырым қашықтықтағы жалғыз тұрған тау. Таудың сұлбасы бір жағынан гиганттық киіз үйді еске түсірсе, келесі қырынан басын аяғына сүйеп жатқан арыстан бейнесіне де ұқсайды. Таудың биіктігі 307 метр. Ұсақ ақтас балшықтан соғылған. Бір кездері бұл жерде өзен сарқырама болғаны көрініп тұр. Олардың кейбірінің тереңдігі 100 метрге дейін барады. Тауға шығу үшін арнайы жабдықтар болуы міндетті, ал тауды айналып өту үшін кемінде 1 сағаттан артық уақыт кетеді. Ерте кезде осы таудың етегінен Ұлы Жібек жолы өткен. Ал зерттеушілердің пікірінше, оның құзаршыңы Маңғыстауды басқыншылардан қорғап тұрған алынбас айбынды қамал болған. Шерғаланың көптеген үңгірінде елес бар десек, сондықтан оған жүрек жұтқандар ғана қарауға батылы жетеді. Ұлы Жібек жолы кезеңінде Шерғала керуеншілер үшін түнгі аялдама болған. Егер тауға мұқият қарасаңыз, сіз қонақ үй бөлмелері деп аталатын шағын үңгірлерді көре аласыз. Ұйықтайтын бөлмелерден бөлек намаз оқитын бөлмелерде болған.
There is a legend that whoever walks Шерғаланы 3 рет айналып өтсе, ең асыл арманың орындаладымыз. Иә, осындай да аңыз бар. Сол себепті әрине, мен де бұл мүмкіндіктен айырылғым келмейді. Сенімді болу үшін 3 рет айналам. Осы бір қасиетті жерге қадам басқан сайын, таңғажайып көрініске тап боласың. Ал таудағы жартас құрылымының үнемі өзгеріп отыратын сырт келбеті көрген жанды бейжай қалдырмайды. Шерғаланы айналып жүру арқылы армандар орындалады деген сенімге келсек, бұл жерде шындық бар шығар. Ал осы аңыз болмаса да, ерекше жердің жанды баурар көрінісінің өзі табиғат сыйы дерсіз. Осынау табиғат жаратылысын көрудің, оған сүйсінудің өз рахаты бар. Ақтау is a city of vivid contrast. Шеті мен шегі жоқ құм төбелер, буырқанған көк теңіз. Ақтау қаласына ерекше сән беретін көрініс. Мұндағы қызықты демалыс Дубайдан еш кем түспейді. Спорттың сэндбординг түрі осы өңірде кең танымал. Шөл далада белсенді демалыс пен экстремалды спортты ұнататындар үшін таптырмас орын. Сэндбординг, серфинг, скейтбординг және сноуборд элементтерін біріктірген қызықты экстремалды спорт түрі. Тек тақтайшаның орнына құмды беткейлерде жүруге арналған аяққа бекітілетін арнайы тақтай қолданылады. Бұл әрине жаңалық емес. Кейбір дерек көздерге сүйенсек, дюна ежелгі Египеттен бастау алады. Ал сноуборд 1960 жылдары кәсіби спорт түріне айналды. Рас, қарлы шыңдарды бағындырған әріптестеріне қарағанда, сэндборд спортшылары әлде қайда аз. I must admit this is my first time on the sand. Мойындай, бұл менің борт тақтаға бірінші тұруым. Әрине, бұған дейін нұсқаулықпен танысқан едім. Ал кеттік. Тақтайша мен сырғанау техникасы сноубордшыларға қарағанда өзгеше екенін түсінген жөн. Құм тақтайшасы құмның жоғарғы қабаттарын қозғалысқа келтіреді. Ал сіз тақтаның астына түсетін құм түйірлерімен сырғанайсыз. Айта кетейік, бұл спорт түрі Бразилия, Египет, Біріккен Араб Әмірліктері, Перу, Америка құрама штаттары, Чили және басқа да бірқатар елдерде табысты дамып келеді. Мен Қазақстанда экстремалды спортпен шұғылдануға барлық жағдай жасалғанына қуаныштымын. Биік құм төбелер, білікті нұсқаушы мамандар және жаңа нәрсені үйренгісі келетін туристердің өздері. Ақтауға сапарымыздың екінші күнін шаһардың өзіне арнадық. Айта кетейік, бұл қала туристер мен демалушылар үшін ерекше тартымды болуымен қатар, елдің экономикалық өмірінде маңызды рөл атқарады. Теңіз іргесіне орналасқан Ақтау халықаралық компаниялар шоғырланған Қазақстанның ірі мегаполистерінің тізімінде құрметті орынға ие. Сондықтан да бұл қала әртүрлі мәдениеттің, ұлт пен ұлыстың тоғысқан мекені. Өйткені біз Ақтауды өзінің екінші үй деп санайтын шетелдіктермен де сұхбаттастық. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің аты жөнім Джейми Лейбовиц. Ақтауға Вильям Фулбрайт бағдарламасымен келдім. Мен мәдениетаралық коммуникация дағдыларын дамыту үшін қазақ студенттерін әлемнің өзге де жерінен келген студенттермен бейне конференция арқылы таныстырып, жаңа оқыту әдістемесін енгізуге көмектесу үшін жергілікті университетте жұмыс істеймін. What kind of places have you already visited in Aqtau? Бұл қалаға келгеніңізге қанша уақыт болды? 2 айдай болып қалды. Мен бәлкім бәрін көріп үлгермеген шығармын, бірақ білесіз бе, маған жағалауда жүрген ұнайды. Жартастардың арасындағы жол бұл сөз жетпейтін сұлулық. Жақында мен мешітте болдым, оның сәулеті мен дизайнына таң қалдым. Бірақ шынымды айтайын, негізінен осы қаланың у-шуын, кафелер мен мейрамханаларды аралауды ұнатамын. Сіз қазақша дайындалған балық жеп көрдіңіз бе? Жоқ, ондай жемедім. Бірақ қазақша етті жедім. Кетерде міндетті түрде балықтан ауыз тиемін. Біздің елден, Ақтаудан алған әсеріңіз қандай?
Мен көп саяхаттаймын, біраз елде болдым. Көп жерде тұрдым. Осы қалаға келерде Астанадан шалғайда орналасқанын біліп, уайымдағаным да рас. Қаланың қаншалықты дамығаны мен үшін беймәлім болды. Қазақ не орыс тілінде жетік меңгермегенмін. Алайда бекер уайымдаппын. Жергілікті тұрғындардың көмегі көп болды. Олардың маған көмектесуге және менімен жұмыс істеуге деген ықыластары соншалық, тіпті тіл білмейтінімде кедергі болған жоқ. Мен сізге айтайын, Ақтауда тұрудың ең басты артықшылығы ол теңіз. Мен қазір Ақтауда терезесінен теңіздің әдемі көрінісін тамашалап, жағалаудағы пәтерімде тұрамын. ақш-та мұндай рахатқа қолым жетпеп еді. Had a chance to talk to us. Джейми, рахмет. Рахмет. Thank you. Сізді көргеніме қуаныштымын. Өзіңізді таныстырсаңыз. My name is Abdulaziz and Менің атым Абдулазиз. Африкадан келдім. 23 жастамын. Қазақстанға білім алуға келдім. How do you like this place? Ақтауға келгеніңізге қанша уақыт болды? first of all, what I would like to say about Kazakhstan is like one of the peaceful countries like. Қазақстанға келгеніме жалпы 2 жыл болды. Есенов университетінде білім алып жатырмын. Біріншіден, бұл мен білетін, мен көрген ең бейбітшіл, толерантты елдердің бірі. Бұл менің жеке пікірім. Тек кішігірім қиындық тілдік кедергі. Дегенмен, мен мұндағы адамдардың шамамен 50% ағылшын тілін білетініне қуаныштымын. Мен өзімде қазақ тілінде бірнеше сөз тіркесін үйреніп, достарыммен араласуға тырысам. How many interesting places could you all Ақтауда қандай қасиетті жерлерде болдыңыз? Yeah, visit most like everyone would like to visit the Caspian. Мен көбіне Каспий теңізіне баруды ұнатам. Содан кейін мен Қазақстанның көптеген қалаларында болдым. Like a lot of cities in Kazakhstan. Мысалы, Орал, Ақтөбе, Атырау, одан соң Түркістан, 4 қала. Aktau and then. Бірақ Астанада да, Алматыда да болған емеспін. The capital of Kazakhstan. Енді жыл соңына дейін Қазақстанның бас қаласына барғым I келеді. would like to visit there maybe by the ending of the year. Oh, amazing. Өзіңіз туралы айтыңызшы, немен айналысасыз? My name is Hitesh Vadodaria. I'm from India. Landed in now Kazakhstan. Менің атым Хитеш Вадодария. Үндістаннанмын. Wow. Қазақстан деген ғажап елге келгеніме 20 жыл болды. Мен халықаралық жүк тасымалдаушымын және менің жұмысым адамдарға көмектесу. Ең ғажабы, дәл осы Ақтауда Каспийде мен ғашық болдым. Елестетіп көріңізші, сіз жұмыс істейсіз, әлемнің көптеген қаласына барасыз. Және күтпеген жерден Ақтауда махаббатыңызды кездестіресіз. Small business, it's kind of like out of the service. So we do the charity. We help the people, usually the big families, the kids, you know. We have a ethnoculture center, Indian ethnoculture centers, which we found, I think, 2 years ago. With the help Әйелім екеуміз сұлулық саласында бизнеспен айналысамыз. Қайырымдылыққа да көңіл бөлеміз. which is, I never found Көп балалы отбасылар мен балаларға көмектесеміз. government of Kazakhstan. 2 жыл бұрын ассамблеяның қолдауымен Үндістанның этномәдени орталығын аштық. Practice, how their own cultures. Мұндай ассамблея сияқты институт әлемнің кез келген елінде жоқ. Алайда Қазақстанда болғанына өте қуаныштымын. Country. And unfortunately, I didn't find this type of things in In other parts. India, in the world also. So Kazakhstan is the only country who giving us, you know, opportunities, the foreigners, that they don't feel alone. Осындай орталықтарды ашуға мүмкіндік жасау арқылы түрлі дін мен ұлтқа құрмет бар. You can have your own culture center. Ерекше айтқым келеді. Мен Үндістанда да, әлемде де мұндай ұқсас ештеңе таппадым. Aktau is like Демек, Қазақстан бізге, яғни шетелдіктерді жатсынбайтын, бауырына тартатын бірден-бір мемлекет. landed from Russia actually. Бізде ассамблеямен байланысып, өзіміздің мәдени орталығымызды құруға мүмкіндік бар. I landed here. Бұл керемет емес пе? Something like my own town, because you know somehow India and Kazakhstan have very similar cultures and the languages. Yeah, you know the Kazakh language and Indian language have very similarity. The words all more. Қазақстан менің өз үйімдей. Ақтау көптен бері жүрегімде. Мұндағы адамдар өте мейірімді. Ресейден 1 айға ғана шақырту алып келген едім. And the amazing thing is Алайда Ақтауды туған жерімдей көрем. Өйткені білесіздер, Қазақстан мен Үндістанның мәдениеті өте ұқсас. Иә, бұл біздің менталитет. respect to the elders, respect to everybody. It was for me, it's like unbelievable because
You know, when you were small, we only understood that Soviet, and we understood. Білесіз бе, қазақ тілі мен хинди тілі өте ұқсас. 200-ден астам, тіпті одан да көп сөздер өте ұқсас. Мысалы, дос, немесе дұқан, нан, мұхаббат сияқты сөздер. Көп нәрсе, иә? Like a god. When the guest is coming, they give everything to you, like a dastarkhan. And same for in India, like in India, we have a, like Atithi Devo Bhava. Like the guest is the god, like we think. And same I feel here. Білесіз бе, мен Қазақстанға келіп адамдармен танысқанда, мен сол мәдениетті көрдім. Көп балалы отбасылар, үлкендерге құрмет, бәріне құрмет. Осы ұқсастықты көріп, анама телефон соғып, мама, мұндағы дәстүр біздің жанымызға жақын, ұқсас. Қазақ қонағын құдайындай сыйлайды. Қонақ келгенде үйдегі бар тәттісін дастарханға қояды. Yeah. So for me it's like my hometown. Thank you. It was nice to talk to you, really. Міне, басқа әлем туралы фильмнен үзінді көргендейміз. Фантастикалық пейзаж. Жаныңа қуат беретін және ғасырлық тарихын бүгінгідей көз алдыңа әкелетін шежірелі әрі қасиетті жерлер. Теңіз толқыны жағасын шайып жатқан порт қаласы. Маңғыстау облысы Ақтау қазақстандықтардың ғана емес, шетел саяхатшыларының да назарына ілігіп, өзінің қайталанбас бай қазынасымен таңғалдырып келеді. Бұл өлкенің қасиетін сезіну үшін осында келіп, бәрін өз көзіңмен көрген абзал. Өйткені бұл жердің сұлулығына сөз жетпейді. Бойда арбайтын құдіретін ешкім сипаттап бере алмайды. Тек көру керек. Иә, судың ақысын алтынмен төлеген саудагерлер туралы аңыздың мәнін енді жақсырақ түсіне бастадым. Қазына түбегі атанған Маңғыстау облысы елдегі ең керемет туристік бағыттың бірі. Ал менің арманым осы қалаға тағы да келу. Ендеше Қазақстанға қош келдіңіз. Ақтауда кездескенше.